Айтпақшы 23 күн мен ұзатылып жатырмын. Соған сізді ұзату тойыма шақырамын. Тұр. 21 жаста ұзатылып жатырмын енді. Ой, кішкене қолда. 20 жаста қосылып, 42-де ажасып кеткеннен гөрі. 36-та қосылып, до конца кеткен жақсы. Жалпы уақытыңыз болып жатса, мен сізді Ағдасархан басында күтемін. Жақсы керемет кеш болады сол. Мен ыңғай келіп жатса келейін, бірақ мен 3 апта бойы бізде турне Қазақстан бойынша барлық жерді аралап жатырмыз. Бір 20-кісі шыққанда қалатын ем ғой мен. 20-21 Алматыдамын. Болмаса алда бір бесік той, тілашар дегенге. 21 бесік тойсында 20-кісі ұзатылу. Жоқ, алдағы уақытта. 21-не ауысыр. Жоқ. Давай 21 той сол. Болашақта түсір ғой сол видеоны. Тілашар, бесік той дегенге. Тұрмысқа шығып жатсың, үлкен өмірге бастап жатқан қадамың берекелі болсын. Бақытты бол, жүрегің махаббатқа толы болсын. Ұстасқан қолдарың өмірлерің соңына дейін бірге болсын. Амин. Осыңды лаулап тұрған махаббаттарың сол қалпы лаулап 80-ге 90-ға келгенше сол лаулаған қалпы тұрсын. Бақытты болыңдар. Әр қазақтың аруы бүйтіп алақандарында, жігіттердің алақандарында аяланып, еркелеп жүрсін. Өш жерін тура кесіп саламыз, еркелеп алақан деген сөзі. Сіңілдерімді, қарагөз қыздарымды, қыздарға, келіншектерге шын бақыт тілеймін. Қатты жақсы көремін. Әр қазақтың аруын жақсы көремін. Олай болса, киноға келіңіздер, достар. Әмин. 5 баланың мамасы болыңдар. 5-6 баланың мамасы. Деп айтамын. Біраз мерекелер болайын деп жатыр. Соның ең бірінші бастамасы ол Ақжарқынның қыз ұзатуымен басталайын деп тұр. Қалай, уақыт деген өте тез екен. Осыдан 5 жыл бұрын менің тұрмыс құрғаныма 5 жыл болды. 5 жыл бұрын карантин кезі, барлық жер жабық, например, сол кезде көйлек таба алмай жүрмін ғой енді. Сонда Ақжарқынның танысы арқылы көйлек тауып, бармаған жерім болмады енді. Барлық жерге бардым, барлық жер жабық. Ол кезде той деген жасауға болмайды деген сияқты дүниелер болып жатты ғой. Сонда таныс арқылы барып, бір көйлекті ұнаттым. Представляете, менің размерім новый, прям идеальный, итальянский пошив, прям бір күшті енді. Менің ойымдағы көйлек сразу табылды. Мен андай бір қатты пушистый, көйлек деп ұнатпаймын. Меня работает Тухашки, мен больницаға жатайын деп жатырмын. Деп айтатын едім, если я не договорился бы о амбулаторном лечении. Мен айттым, пожалуйста, мен больницаға жатқызбаңыздаршы, 23 қаңтар күні қараша күні воскресенье күні Ақжарқынның ұзатуы, мен о жақта не могу я там не присутствовать, потому что это, во-первых, торжество года, во-вторых, мы с Ақжарқын это уже обсуждаем 2017 жылдан бері ұзатуын, как мы будем там тусить. Сондықтан я это никак не мог пропустить, сонымен мен амбулаторное лечениеға келістім, больницаға келдім, укол капельницаға алып кетемін. Вот, воскресенье ұзатуда боламыз де. Мен андай бір қатты пушистый, көйлек деп ұнатпаймын. Рыбка көйлектер тоже слишком просто, очень банально. И мен киген көйлегім прям самый раз болды да. Прям нежный, корсетный вариантпен сөйтіп. Сол көйлегім әлі өзіме ұнайды негізі. Прям қазір үйде тұр, есіме түсіріп жатырмын да. Әдемілеп жинап қойғам, әлі тұр үйімде. Сол Ақжарқын арқылы танысып, сол қыздан көйлек сатып алған болатым, сол жерден бірден. Одан Ақжарқында келіп, арғатай күшті бір отырысқа айналған, есімде соның барлығы. Және де осы айтып отырмын ғой, сол карантин кезінде менің қуанышыма ортақтасып, көмек беретін жерде көмектесіп жүрген жандардың бірі сол Ақжарқынның бірі болатын. Солай. Енді қазір соған көйлек қарауым керек. Білесіздер ғой, мен бір көйлекті уже екінші рет кие алмаймын. Я хочу что-то новое. Қайырлы кеш, қыздар, рахмет за поддержку. Көбірек салыңызшы дегенде түстік, көз қараңыздар, қызарып кеткен датауы жүгірем деп, бәріне үлгерем деп, көзім қызарып, еще қазір бір жерге бару керек болып тұрған, ол бар ма? Қыз ұзатудың алдында бәрі сөйтіп қабаттасып кетеді екен. Приятные хлопоты. Вообще нервничать етпеуге тырысып жүрмін. Бағана бір-ақ рет қана ашуландым, одан кейін любой жағдайда, любой бір ситуация болып қалғанда кішкене сабыр сақтап,
сабырлықпен жауап беруге тырыстым. Әйтпесе бұрынға жарқын болатын болса деп бақырып жынданып одан басым ауырып нервничать кетер едім. Қазір барынша сабырлықпен барлығына қарап жатырмын. Күшті екен сондай. Оңай емес ол нәрсе, но барынша сол жағдайда сол нәрсені жасап жатырмын. Менің өзіме во благо. Невесту новоиспеченная. Я келеміз құдай қаласа. Неше түрлі цветпен жүресің ғой? Көйлек іздеп жатыр, гламурный болып қараймыз. Сен кроссовкасың ғой, көйлек сияқты әдемісің ғой. Шығып фотосессияға келдік. Бір кісілердің сторисін қарасаңыздар болады. Ей, палуан! Сторисін қарасаңыздар, кинодан прям отзывтар. Порожняк. Ұнаған жоқ па кино саған? Ұнады, аяқ жағы ұнады. Әр қыз бақытты болуға лайықты. Осы жылдық сөздің алды болды. Әр қыз бақытты болуға лайықты. Қалайдан өлең аты? Бақытыңды табасың, Жүрегімнің жарасы. әлі де Құлақтан тебесің. іздеп табасың. Әр тұрмысқа шықпаған аруға соны. Бақытыңды табасын, жүрегімнің жарасы. Дальше? Болды, білмеймін. Жылдайын алып бөлем. Осы ғой, короче,